Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін өте дәмді әрі тез жасалатын кешкі шайға шаймен бірге отбасыларыңызбен бірге отырып қанты аз болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Ішінде сүзбесі бар өте дәмді печеньелердің бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға майымызды саламыз және бір жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жарты кеседей қантымызды салып тағы да араластырып аламыз. Енді үйлеріңізде бар болса азғантай ғана қаймақ қосыңыздар, егер болмаса қосудың да қажеті жоқ. Енді еленген ұнымызды салып орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Алдымен осылай шанышқымен, кейін жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Өте дәмді әрі тез жасалады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауларыңызды сұраймын. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Сондай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болды. Енді қамырымызды 5 минутқа ғана тындырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз демалды, 5 минут қана демалады. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз және кішкентай зуалалар жасап аламыз. Дәл осылай видеода көрсеткендей етіп жасап аласыздар. Кішкентай зуалалар өте дәмді болып шығады және тез жасалады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығын біркелкетіп жасап аламыз. Енді қамырларымыздың бетін жауып, салмасын дайындап аламыз. Оған дейін біздің қамырларымыз демалып тұрады. Бізде салмасына сүзбе, 2 стакан сүзбе салдым мен. Және оның үстіне 2 ас қасық қант салдым. Қантты өте көп салмаймын. Және жұмыртқаның ағын саламыз, ал сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Барлығын біркелкетіп араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырларымыз демалды. Қараңыздар, дәл осылай жасап аласыздар. Өте оп-оңай жайылады. Барлығын біркелкетіп жайып аламыз қамырларымызды. Енді ішіне салмасын салып аламыз. Міне дәл осындай жұқалықта болу керек. 1 ас қасық салмамызды салып аламыз. Өте оп-оңай бүгіледі. Осылай 2 жағын жабыстырасыздар. Және шеттерін қатты басып тапамызға саламыз. Шеттерін қатты басыңыздар, өйткені біздің пісу кезінде біздің қамырымыз көтеріледі. Сол үшін ашылып кетпеу керек. Барлығын жасап алып, қамырларымызды тапамызға саламыз. Міне тағы да бір рет көрсеттім сіздерге. Шеттерін осылай 1-2 рет қайталап, қаттырып бассаңыздар болады. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Барлығына біркелкетіп жұмыртқамызды жағып аламыз. Және қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Қамырларымыз дайын. Пешімізге саламыз және 30 минутта біздің печеньелеріміз дайын болады. Қараңыздар, қамырлар қандай жұп-жұмсақ, күтірлеп тұрады. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, өте жақсы дәм береді. Міне біздің печеньелеріміз дайын. Кешкі шайға
отбасыларыңызға жасап, өте дәмді печеньелер қолдан жасап, дүкеннен сатып алмай-ақ осындай дәмді печеньелер жасауға болады. Үйдегі барлық заттардан, қарапайым ғана заттардан осылай өте дәмді әрі пайдалы печеньелер жасап аласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.